Туғандар, қандайсыздар, ассаламу алейкум. Каналға атталып қойғыла. Мына ушул. Ешкілер сатылады екен. Оппа, қой берем, бар. Бар. Ана. О, шерге келіп падешка шығытат, қой бер деді оқшайды, білем, раса марады да. Ежеке өз атайын бізді жардамаға шақырыптыр, қойларды баларыны түшіріптір дегендей. Кече күні тарттық елек, аяқтан жалып болып, сарайды өзгөртіп, 15 коменті береді. МКТың четінде 180-де қойап келіп қысқасы қызматқа даярмын дейді. Қозыларды қаншадан береміз, қойларды қаншадан береміз, ешкілер қаншадан амандашып тұрып. Айтайын. Ассаламу алейкум, Москвада мекендештер. Қозыларды 400-ден береміз. 30 килограммдан жоғары 40 килограммға чейін. Кішінекей рағын алса қаншаға түсіп қалады жамдай? Кішінекейлері 12 мыңге түсіп қалады. Ошо 12 мыңден жоғары алып береді да. Солуқтар 350-ден. 350-ден. Ешкілер? Ешкілер 300-ден. 300-ден, ешкілер 300-ден. Улаққа деле алы өргіле туғандар мұна, еншіге мұна жаш кішінекей жана улақтары менен деле бар екен. Қойлардан алғыла, көрек 1-2 штук алғандарға, 2 штук алғандарға бір бізден акция арзынаты болады, Москвадағыларға таратып қойғыла. Фермер өзінің қырғыз ежеуіз, бұйырса пайдашқа берестерден үміттім. Келіп ушул жерде сойып кетсеңіздер деле болот. Отурганга 1-2 тапчандары бар екен наракта, ушул токойдун арасында да. Чөмүлгөнгө 1-2 жан деле көл бар екен, бір 100 метр нарактачы. Аны деле видеого тартып кыргызбайга аяктан деле көрө бересиздер тугандар. Номерине жаза бергиле, канчадан канчага чейин келип эс алып кетсе болот эже. Графигиңиз кандай? Эртең менен саат 8-ден баштап кечки 11-12-ге чейин. Эгер эт керек болгон болсо, койдун эти, сүт, мына эчкинин сүттөрү, жумурткалары керек болгон болсо, койдун эти 5 килограммдан жогору алган болсо, биз өзү союп беребиз дейт, калганын башка адамдарга сата беребиз дейт. Бизде ар дайым эт болот дейт. Кайрылуу эресиздер тугандар, жакшы күнөрө жолугалык. Эжекебизге падешка кылып коюңуздар. Көрүшкөнчө, эжекебизде круглый год эттер болот, койлор болот демекчи. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.